Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге керемет чак-чак жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Жарты чайный ложка тұз саласыздар, және де кішкене ғана сода салып жібересіздер. Осыны жақсылап миксерлеп, көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Міне осылай әдемі болып көпіріп шыққаннан кейін осылай чаймен ұнды салып отырып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін өзіміз қолмен жақсылап илейтін боламыз. Илеп болған қамырымызды шамамен 30 минутқа осылай пищевой пленкаға орап қойып қоямыз. Отыз минут уақытымыз өтті. Мінекей қамырымызды оқтаудың көмегімен жақсылап жаятын боламыз. Қамырымызды не қалың емес, не жұқа емес, орташа жаятын боламыз. Жайылып болған қамырымның үстіне осылай ұнды сеуіп, жан-жағына жайып, осылай кесіп шығатын боламыз. Қызып тұрған майымызға осылай әдемі сарғыш етіп қуырып алатын боламыз. Мінекей біз қуырып болдық. Енді осыған изгущенный молокомызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей ыдысымызға әдемілеп салып қойдық. Сіздер өз қалауларыңызша сәндетсеңіздер болады. Мен бұл жолы шоколадты пайдаландым. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Лайк, комментарияны ұмытпаңыздар.